Фалақ сүресінің дұрыс оқылуы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл а'удhu birabbil falaq. Мына birabbil деп мына лыға кіріп кетеміз. Birabbil falaq. Қоф әрпін тербетіп оқисыз. Фалақ деп тіремейміз де. Falaq. Мин деп нығып оқымаймыз. Мин сәл ың әрпіндей сияқты. Мин шәрри. Жіңішке шарри емес те. Мин шәрри мә халақ. Хо жуан, лә жіңішке, қоф жуан. Халақ. Мин шәрри мә халақ. Ва мин шәрри ғасиқин إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. мына жерде غاسق إذا وقب. ومن شر ныға кіріп кетеміз. ومن شر نفاثات. شر نفا тағы да бір нүмен. نفاثات фил. мына жерде фил деп созбайсыз. Мынау өзі жеке тұрса созылады. Бірақ одан кейін осындай л келетін болса, әлиф пен ләм кіріп кетеміз. Фил уқад. ومن شر حاسد إذا حسد. Бұл сүрені күнде таңертең және кешке оқып, 3 рет болсын, 7 рет болсын, қолыңызға үрлеп, үстіңізді сипаңыз. Яғни бұл шифа сүрелер. Мысалы, мынаның өзінде, мына аятта сондай-ақ күн деген кездегі күншілдерін, яғни сондай хасад қылатын адамдарды, қызғаншақ адамдарды, адамды сондай бір көре алмайтын адамдардың сондай бір олардың зиянынан, кесапатынан қорған тілеймін деген сияқты. Пайдалы болсын.